Әр елдің шежіресінде дәуірлік сипатқа ие оқиғалары бар. Қазақстан мен басқа да бұрынғы одақтың тәуелсіз мемлекеттер үшін осындай оқиға тың жерлерде игеру болды. Қазіргі заманның өзінде ғарыштық өлшемге салғанда орасан зор жоба басталғанда ешкімде КСРО секілді алып держава басына түскен нәубеттерді көтере алмай ыдырап кетеді деп ойламаған. Осы идея үшін, осы ел үшін жанкешті еңбек етіп, оның жарқын болашағына иманындай сенген, көптеген қиындықтарды басынан өткеріп, бұйырған азды көптей көріп, қанағат еткен адамдар бар өмірін сарп етті. Тың еліміздің тарихы. Ең жауапты кезең тың игерудің басты уақытында республиканың партия ұйымын Леонид Ильич Брежнев басқарды. Тың игерудегі күреске Қазақстан еңбекшілері белсене атсалысты. Қазақтар жалпы алғанда басым көпшілігі деп жазды Целина деген кітабында Брежнев. Партияның бетегелі даласын жырту туралы шешімін үлкен ынтамен қолдады. Тың көтеру қазақтар үшін оңай болмады. Өйткені олар жүздеген жылдар бойы мал шаруашылығымен шұғылданды. Енді келіп, көпшілігі өзгеруге тура келді. Алайда, жергілікті тұрғындардың тың көтеруге жанкештілікпен белсенді араласуда ерлігі мен ақыл санасы жетті. Қазақ халқы тарихтың биігіне шықты. Бүкіл елдің мұқтаждығын түсіне отырып, өзінің революциялық және интернационалдық мінезін көрсетті. Салтанатты мәжілісті орталық комитеттің саяси бюро мүшесі, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Жолдас Қонаев ашып берді. 20 лет назад 20 жыл бұрын коммунистік партияның қалауымен, кеңестік адамдардың жанкешті еңбегімен, біздің уақытымыздың ұлы жаңғыру, тың және тыңайған жерлерін игеру, сүйікті отанымыздың тарихындағы даңқты кезең басталды. Біздің атағымыз бүкіл кеңестер одағына жайылды. Комсомол жастарды көптеп марапаттады. Қазір Сахалиннен Германияға дейін менің көптеген кадрларым жұмыс істеп жатыр. Ал ондағы бригадаларым біреу ғана емес. Менің көптеген достарым мен таныстарым сонда. Но мне повезло. Я только первые дни ступил на целинную землю. Менің жолым болды. Қалай тың жерге аяқ бастым. Бірден жергілікті қазақтармен кездестім. Алғашқы күннен мынадай бір оқиғаны айтып берейін. Тыңға келген алғашқы күндерде шөп іздеп далаға шыққанымызда үскірік боранға тап болдық. Сол кезде Кенжебай Ысқақов үстіндегі тонын шешіп маған берді. Осылайша біз бораннан аман есен құтылып, колхозға шөп жеткіздік. Содан бері Кенжебай мен доспыз. Оның 9 ұлы бар, менде 1 ұл, 1 қыз. Оның 3 ұлы, менің 1 ұлым үйленді. Ол да, мен де ата атандық. Достығымыз үзілген емес, ешқашан үзілмейді. Одного у меня женили, он дед, и я уже дед. И вот дружба у нас не прерывается, и, наверное, она никогда не прервется. Самый лучший друг мой, да нас не то, что друзья мы считаем. Қазақ менің ең жақын досым. Бізді дос деп қана емес, бауыр деп санайды. Ысқақов Кенжебай ауырып қайтыс болды. Негізінде қазақ достарым көп болды. Алайда, оны мен ешқашан ажырап көрген емеспін. Ол ұзақ уақыт менің көмекшім болды. Оның ұлдары мені әкесіндей көреді. Бұрын бірде-бір бешбармақ менсіз желінбейтін, шақыратын. Еттен көрі көбіне сорпа мен арақ ішетінмін.
Владимир Аврамович Дитюк механизаторлар бригадирі, социалистік еңбек. Осында жаңадан қоныстанушылардың алғашқы эшелонымен келген. Содан бері тыңда, техникада, адамдарда, тіпті далада өзгерді. Ну, хлеб это... Менің жұмысымнан, оны өсіру, ору. Центнерінен 23-тен алған кездерімізде болды. Негізі 20 жыл ішінде бірақ рет 11-ден алдық. Құрғақшылық болды сол жылы. Академик Бараев келді. Оған айтып ем, ол табиғатқа не істей аласың? Құрғақшылықтың аты құрғақшылық деді. Дегенмен, мол астық алып жүрдік. А что ты, говорит, с природой сделаешь? Засуха есть засуха. Тың игерудің басы тек ауылды жерлерде ғана емес, бүкіл ел бойынша әлеуметтік және коммуналды тұрмыстық мақсаттағы капиталдық нысандар мен жаппай тұрғын үй құрылысына ықпал етті. Барлық аймақтарда бүгін индустриалдық орталықтар қалыптасты. Жаңа қалалар мен жұмысшылар поселкасы салынды. Қазіргі 84 қаланың тың кезеңінде 46-сы құрылды. Олардың арасында Арқалық, Жаңатас, Қаратас, Лисаковск, Хромтау, Екібастұз. Астана бос жерде пайда болған жоқ. Целиноград қаласы тың игерушілердің бірінші тірегі. Бүгінде бұл мүлде басқа қала. Ел ордасы Астана. Бұл болашаққа ұмтылған ғажайып та заманауи қала. Астана қаласы дамуының алғашқы баспалдақтарының бірі осы жерде тың игерудің ең басында қаланды. Уақыт бәрін өзгертеді. Бұл әрине тамаша. Біздің қоғам мен мемлекетіміз экономикада да, рухани мәдениетте әлемдік үрдіске кірігуде. Қазақстан шикізат мемлекетінен өзінің кешегісін ұмытпайтын және жарқын болашаққа сенімді аяқ басқан, өз алдына дербес держава ретінде дамып келеді. Первый импульс, то, что предки нашли правильное место. Тыңға түрткі болған бірінші мәселе, ата-бабамыз орынды дұрыс таңдаған. Бұл жерден есіл ағып өтеді. Мемлекеттің орталығы. Екінші себеп, қаланың Целиноград деп аталуы. Ал үшіншісі, ең бастысы Астана. Бұл президентіміздің жүрек қалауы. Нәтижесінде өте әдемі де әсем қала пайда болды. Бұл елбасымыз бен ата-бабаларымыздың көрегендігі. Осы жерде мемлекет пен тың орталығының географиялық тұрғыдан сәйкес болуы символикалық жағынан дөп келді. Қазақстанның болашағы бірінші кезекте аграрлық келешек екеніне сенімім мол. Казахстан — это в первую очередь аграрное будущее. В Москве на конференции сторонников мира Мәскеудегі бейбітшілікті жақтаушылар конференциясында маған сөз берді. Қазақстаннан келген тракторшығыз, социалистік еңбек ері, КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты деп таныстырды. Мен ең бастысын айттым. Менің мамандығым ең бейбіт сүйгіш мамандық. Мен нан өсіремін. Кейбір елдерде батыс пен шығыста әскери шығындарды өсіреді. Ал Азия мен Африка елдерінде миллиондаған бала ашығып жатыр. Нан балаларға, міне, біздің бейбітшілік ұранымыз. Вот наша программа мира. Тың мүлде жаңа әлеуметтік, экономикалық және рухани жағдай туғызған ұлы дәуір. Тың ақылды, жұмысқа қабілетті, намысты адамдардың толқыны өсіп шыққан қарым-қатынастарды орнатты. Қазір бізде 18 комбайн, барлығы да шетелдікі. Соңғы жылдары оларды көптеп сатып алудамыз. Өткен жылы Лексионның 3-ін, биыл 4-ін алдық. Бұрынғы бізде болған комбайндардан әлдеқайда қуатты. Осыған дейін Туканның 440-ын алдық. Биыл Лексионнан алдық. Лексион күрделірек. Мұның бәрі өндірімділігі 2-3 есе жоғары импорт комбайндар. Бұнымен оңтайлы қысқа мерзімде астық жинауға болады. Гектарына кететін шығын аз. Жанар жағар май да аз кетеді. Айлық пен салыққа да аз жұмсалады. Тиімділігіне оң ықпал етеді деген сөз. Табыстың құрамдас бөлігі.
Айтылып кеткендей, бәрі температураға байланысты. Егер дәннің толусына температура 25-28 градус, құрғақта қолайлы ауа райы болса, барынша мол астық аламыз деп айтуға болады. Высокий урожай. Сегодняшний фермер, он, в принципе, очень грамотный. Бүгін фермер бұрынғы колхозшы емес. Бүгінгі фермер сауатты маман. Нововведения во всем мире, которые производятся, да, они... Ол әлемдік жаңа енгізілген жаңалықтардың бәрін біледі. Интернеттің арқасында әлем бойынша агроөндіріс саласындағы барлық жаңалықтарды, барлық жаңа технологияларды біледі. Осы технологияларды өзінің өндірісінде қолдануға тырысады. Везде применять вот эти технологии у себя в производстве. Каждый фермер, он все равно заинтересован. Әрбір фермер сапалы жақсы өнім, мол астық алуға мүдделі. Хорошую продукцию, хороший урожай. Астық та әртүрлі жиналады. Қазақстанда бірдей астық жинау мүмкін емес. Түрлі жағдайлар болды. 2010 жылы 5,8 алдық. Мен жұмыс істегелі 30 жылдың ішіндегі ең қиыны сол жыл болды. Бірақ негізінен жиналған астықтың орташа көрсеткіші 12. Әзірге көңілге қонымды. Тыңайтқыштарды көп себеміз. Технология аздап, әрине, жауын шашында септігін тигізді. Мұнда бәрі де рөл ойнайды. Бұл жерде мен былай жасап едім, сондықтан жақсы шықты деп айтуға болмайды. Жаратқан емізде бар ғой. Моя жена говорит, Менің әйелім, саған Алла астықты да бәрінде беріп жатыр дейді. Демек, пісіп үлгергенше аяз күнінен ерте жібермейтін шығармыз. может поспеть. Это то основное сухое. Вот уже можно все. Құрғағандарын жинауға болады. Көктерін бір аптадай күтуге тура келеді. Пісіп үлгереді деп ойлаймын. Недельку подождать. Он поспеет, я думаю. Если Егер аяз ерте ұрып кетпесе, пісіп үлгереді. это не ударит раньше, значит поспеет. Человек должен сделать все то, что от него зависит. Адам қолынан келіп тұрғанын аямау керек. Бір жыл ішіндегі жағдайға қарай барынша мол астық жинап алу керек. Если год благоприятный, значит, нужно получать урожай. Егер жыл қолайлы болса, дәл сол жылы мол астық жинап алуға тырысу керек. Ал бұл деген сөз, табиғи климаттық жағдайды барынша пайдалану керек деген сөз. Максимально использовать вот именно природно-климатические условия. Одна из основ высокого урожая – это ежегодный посев семенами высоких. Мол астық негіздерінің бірі жыл сайын жоғары сапалы дән егу. Бұл бір, ал екінші кезекте жоғары технологиялар. Осы егістікте бидай парға егілген. Парда арам шөптер жоқтың қасы, ылғал мол жиналады деген сөз. Қараңыздар, осының есебінен осы егістікте орташа алғанда 3 өнімді сабақтан бар деген сөз. Біз қазір бір сабақтан тұратын егістіктерді көрдік. Демек, ылғал жетіспеген. Бұл тұқыммен қоса қолданылатын технологиялардың құрамдас бөлігінің бірі. Көрдіңіздер ме? Егін алқабы таза. Бұл негізінен арам шөптерге қарсы сапалы химиялық отау. Химическая прополка против сорной растительности. Біздің мәселе өзімізге қажеттінің бәрін алу үшін бүгінгі кезде жасалғанның бәрін дұрыс қолдана білуде. Биылғы жылы еңісті жердегі астықты жоғалтып алатын сияқтымыз. Өйткені еңістіктерден ағыстың қатты болғаны көрініп тұр. Өткен жылы топырақты қопсыталмадық, күшіміз жетпеді. Астық жинау қиын болады деп қопсытпадық. Міне, сіздерге еңісті жердегі нөлдік технология, қарда бәрі де кетіп қалды. Былтырғы жауын шашыннан қандай да астық алармыз, бірақ біз оны жоғалттық. Сүрі жер, міне, әрине, жер терең жыртылмады. Біздің соншалықты көп сүрі жер болмады. Бәрін соған жұмсадық. Бәрі сонда жатыр. Соның есебінен Құдай бұйыртса, бидай шықса, астық береді деп үміттенеміз. Ну, тут очень немного надо знать. Это так, влагу накапливать и не терять ее. Содержать поле от сорняков чистым. Значит, будет пшеница. Жерге де байланысты. Негізінен уақытлы жасаған жұмысқа да қатысты. Әрине, жерге, ауа райына көп нәрсе байланысты. Сонда үлкен бөлігі адамдардың жерде қалай жұмыс істегені, оның бергеніне де байланысты. Очень ясно, что тысячи не бывает ни одной посевной одинаковой, ни одной уборки. Погода свое
диктует, что такое. Но есть общие правила. Сейчас задача получить максимальное все, что... Адамға тәуелдінің бәрінен барынша нәтиже шығару, ол табиғаттың ілеспе екені бесенеден белгілі. Это фактор сопутствующий. Қазіргі нақты мемлекеттік қолдау мен үшін көмегін тигізіп жатыр. Жалғыз нәрсе, тыңайтқыштар мен гербицидтерге жақсы субсидиялар бөлінуде. Шаруашылығыма көмектесіп жатқан нақты қаржы осы. Ну, сегодняшний день, и с одной стороны, есть и лучшие, с другой стороны... Қазіргі кезде бір жағынан жақсы, екінші жағынан жаман. Неге? Өйткені барлық елде осылай басталған. Мүмкін капитализм кей жағдайда жақсы шығар. Бізде солай жақсы болуға тиіс. Алайда әзірге жабайы капитализм сияқты. Бидайды қалай қаласа, солай сатып алады. Вот, потому что вот, значит, зерно как хочешь, так и это купят у тебя. Арзанға сатып ала алмайтындай, белгіленген бекітілген мемлекеттік баға жоқ. Еуропада сондай баға бар деп айтылып жүр. Сен тіпті арзан сата да алмайсың. Басқалары шығынға батпау үшін мемлекет бекіткен бағамен ғана сата аласың. Все есть цена, а ты дешевле не можешь продать даже. Только так ту, что государство установило. Чтобы, значит, не был убытки. Өмір сүру үшін тиын санайтында кездеріміз бар. Жалпы айтқанда, біздерге, әсіресе кеңес адамдарына капитализм заманында өмір сүру қиын соғуда. В общем, нам надо долго, особенно советским людям, это очень трудно жить в капитализме. Одна из еще проблем в сельском хозяйстве, это, как вы знаете, мелкотоварность наших. Ауыл шаруашылығындағы тағы бір мәселе шаруашылықтарымыздың ұсақ түйекті тауарлауы. Әр шаруа өз өнімін аз көлемде өндіреді. Әрине, сосын көп шығын жұмсайтыны белгілі. Кей жағдайда өз шығынының орнын жаппайды да. Ол үшін ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін ірілету керек. Осы мақсатта мемлекет басшысының тапсырысы бойынша ауыл шаруашылық кооперациясы заңы өңделіп жатыр. Закон о сельскохозяйственной кооперации, в котором предусмотрено... Онда тауар өндірушілерді кластерге біріктіру, сондай-ақ ауыл шаруашылығының кейбір бағыттарында салықтық жеңілдіктерді ұсыну қарастырылып отыр. Так, предоставление налоговых льгот, да, в каких-то направлениях сельского хозяйства. Қазіргі кезде технологиялар деңгейінде және бізге келіп жатқан шығындарды ескере отырып, дұрыс жұмыс істеу үшін, яғни біз қазір гербицидтермен жұмыс істеп жатырмыз. Жаңа техника сатып аламыз. Тыңайтқыштарды көп себеміз. Былтыр 30 000 гектарға септік. Биылғы жылы 1800 тонна тыңайтқыш қомақты сома. Оның үстіне тиімділік деңгейінде жалақыны ұстап тұру үшін және дамуға да бірденке қалу үшін маған ең болмағанда гектарынан 60 000 алуым керек. Сельское хозяйство Казахстана имеет очень большой потенциал. Қазақстан ауыл шаруашылығының әлеуеті өте зор. Сол үшін бізде табиғи жағдайлар да жасалған. Мемлекет тарапынан қолдау да тауып келеді. Аграрлық саясат деген бар. Ол да жылдан жылға жақсарып келеді. Сондықтан Қазақстан болашақта бүкіл әлемнің аграрлық бизнес қатарынан өз орнын алады. Как я уже говорил, он займет свое место в мировом аграрном бизнесе. Нынешний рекорд
Қазақ елі биылғы рекордқа басқа әдістермен екі шешуші фактордың арқасында қол жеткізді. Біріншісі, әрине, мемлекеттің кең қолдауына сүйеніп келген фермерлеріміздің жанқиярлық еңбегі. Соңғы 5 жыл ішінде республикалық бюджеттен аграрлық секторды дамытуға 670 миллион теңге бөлінді. 2009 жылы әлемдік дағдарыстың қызып тұрған кезінде ұлттық қордан ауылға негізінен өңдеу саласындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін 120 миллиард теңге жұмсалды. Ауыл шаруашылығын тиісінше көтермей, еліміздің бүкіл экономикасы мен гүлденуі туралы айта алмаймыз. Жер қашанда кез келген мемлекеттің ас ауылы құндылығы болған. Бола береді. Остается величайшей ценностью любого государства. Осы жылдар ішінде көп нәрсе өзгерді. Алайда, соның өзінде жаңа астықты асыға күтетін қасиетіміз қалды. Біздің жалпы еліміздің амандығы, әл ауқаты соған тәуелді. Тың қалай басталды? Неге қол жеткіздік? Адамдардың нанға деген махаббаты, нанға деген қарым қатынасы, алғашқы астықты қарсы алғандағы қуанышы, нан мен қауышу қуанышы өзгеріссіз, құндылық болып қалды. Салыстыруға да болады. Алайда, 50-ші жылдары тыңды көтеруге келген біздің кезімізде болған ұжымдық рух жоғалды. Алайда қазір басқа рух, нанды қабылдап алуды, өсіруді, оны сақтап, өңдеуді қамтамасыз ететін рух бар. Әрине, дегенмен, тың кезіндегі көп нәрсе өзгерді. Ну, конечно, поменялось со времен целины многое. Даже на примере мы стоим лаборатории. Это Бұл маңызды бөлім. Бұл келіп түскен дәннің сараптамасы анықталатын өндірістік техникалық зертхана. Егер бұрын сапаны белгілеу жөніндегі бүкіл операцияны қолмен жасаса, бүгінде белгілеудің супер заманауи әдістері бар. Соның бірі дәннің экспресс анализаторы деп аталады. Француз өндірісі өте қымбат. Бір қабылдаған анық бидай сапасын анықтаудағы адами факторды шығарып, бидайдың барлық сапалық көрсеткіштерін анықтап береді. Тұтынушыға чек береді. Что исключает человеческий фактор при определении качества зерна. Выдается чек потребителю. Біздің кәсіпорын бидайды қабылдау, өңдеу, кептіру, тазарту және түсіріп алумен шұғылданады. Жиын терім басталды. Орта есеппен жұмыс ауысымында 1000 тоннаға дейін қабылдаймыз. Нанды ары қарай сату, өңдеу үшін бізге тапсыратын 52 серіктесіміз бар. Автомобильдер паркі жаңарды. Бүгінде негізінен үлкен жүкті КАМАЗдар келеді. Бір дегеннен 30 тоннаға дейін бидай әкеледі. Бұрын газон, полуторкаларымен тасып, көптеген шығынға ұшырап келетін. Бүгінде ондай жоқ. Бидай жекеменшікке қарайды. Осы істі қатаң бақылап отыратын әр машинаның қожайыны бар. Есть у каждой машины есть свой хозяин, свой частник, который за этим делом очень строго смотрит. Кептіргішіміз бар. 50 тонна бидай кептір аламыз. Түрлі жылғы бидайлар болады. Бидайды толығымен кептіргіштен өткізуге тура келеді. Өткен жылы кептіргіш арқылы 100 000 тонна кептірдік. Биыл ауа райы жаман емес. Әкелінген нан бір шама кепкен. Өсірген астық сақталып, сенімді шатыр астындағы қамбаға төгу үшін біз түрлі жағдайларға дайынбыз. Бүгінде біз тамаша нан алып отырмыз. Қабылдап алатын, нанды өңдейтін тамаша кәсіпорнымыз тұр. Бұл қазіргі жұмыс орындары, жалақы, адамдардың әл ауқаты. Бұрын астық пістіме, жиын терім басталатын. Бүкіл ауыл тойлайтын. Үлкен ұжымның мерекесі, құлып, ән, би. Бүгінде бұл жеке бастың қамы, пістіме, қуануға ерте. Оны жылдам жинап алу, апару, өткізу, сату керек. Ол келмеске кетті деп ойлаймын. Алғашқы тың игерушілеріміз айтқандай, бүкіл ауыл болып, қауым болып, қуанышты атап өту үшін оғанда ораламыз.
тың жайлы фильмдер көргенде біздің даламызға ешқандай әлеуметтік жағдай, еш нәрсесі жоқ, барлығы бос далаға келген адамдарға тәнтімін. Сегодня, конечно, и на предприятиях совсем другие условия. Все. Қазір кәсіпорындарда мүлде басқаша жағдай. Арнайы киім, жылы тұрмыс бөлмесі, тамақтандыру. Мүмкін осылай болу керек шығар. Уақыт ауысты. Кеткені кетті, жақсылыққа ұмтылу керек. Должны стремиться к лучшему. Жаңада айтып өттім. Жалпы халық санының қарқынды өсуінің арқасында қазір жер бетінде миллиардқа жуық адам азық-түлік тапшылығын көріп отыр. Әлем алдында тағам өнімдерін өндіруді түбегейлі өзгерістер жасау міндеті тұр. Сондықтан біз Қазақстан ауыл шаруашылық өндірісінде сапалы серпіліс жасауымыз керек. Ол үшін бізде барлық мүмкіндік бар. Соңғы 5 жыл ішінде астық экспорты, оның ішінде 90%-дан астамы бидай. 5,2 миллион тоннадан астам көрсеткішті құрап отыр. Сонымен бірге, ұнды қоса алғандағы бидай экспортының орташа жылдық көрсеткіші 2 есеге артып, 8,2 миллион тоннаны құрайды. Және өткен жылғы көрсеткіштерден 34%-ға артық, яғни 3 есеге артты. Қазақстан өнімінің негізгі экспорты Өзбекстан 1 миллион 900 мың тонна, Тәжікстан 1 миллион тоннадан аса, сондай-ақ Әзірбайжан, Иран, Ауғанстан, Түркия және басқа да ондаған елдерге жөнелтілді. Қазақстан, Канада, Америка, Аустралия, Аргентина, Ресей, Украина, Еуроодақ секілді алпауыт елдер кіретін бидайдың әлемдік экспортерлерінің ондығына енді, және Қазақстан үнемі ондықта жүреді. Тіпті кейде бестікке де еніп жатамыз. Өйткені бидайдың әлемдік нарығы 180 миллион тонна шамасында, ал біз кейде 10-12 миллионнан асырып экспортқа жібереміз. Егер кедендік одақты ескерер болсақ, онда біз Қазақстан, Ресей мен бірге бидай экспорты бойынша Америка құрама штаттарын басып озамыз. Агробизнес 2020 бағдарламасы бар. Осы бағдарламаны орындау үшін ауыл шаруашылығының барлық түрімен айналысатын 15 шебер бар. Онда қаржы аспаптарының жаңа түрін енгізу қарастырылып отыр. Қазіргі кезде Қазақстан ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген ішкі қажеттілікті толық көлемде қамсыздандырады. Слова благодарности хочется сказать тем людям, которые были земляками. Жерлесіміз болған, ұлтына қарамай бірлікпен тірлік еткен адамдарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Көршің алыстағы туысыңнан да артық, өйткені ол қиындықпен ауыртпалықты бірге көтеріседі, жоқшылықта бөліседі. Тяжести все переживали вместе, в трудностях помогали. Тың игерудегі негізгі байлық адамдар. Олар біздің елімізден сөзсіз өз орнын, өз жолын, жүрек қалауымен бақытын тапты. Олардың әрқайсысы құшақ жайып қарсы алған елім, құт берекелі отаным, Қазақстан, тағдыр талайым, тың деп есептейді. Тың ардагерлерінің еске алар естелігі, мақтан етер ерлігі, жастарға өсиет қып қалдырар іс әрекеті жетерлік.